Мен Мұрат Дәуленов атындағы мектеп-интернатының 3 сынып оқушысы Әділетқызы Инабат. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған тақпағымды қабыл алыңыздар. Жас ағаш. Орманға балтасымен келді мұрық, аралап ағаш таңдап жүрді кезап, апырмай аман қалса жарар еді деп, жанынан көрген ағаш тұрды безіп. Мұжыққа бір жас ағаш айтады сөз, Құдайдан тілеушен деп келтір деп кез, мыңда бір алғыс саған берер едім. Осы үлкен ағаштардан құтқарсаң тез, тынышыма болар мені өсірмейді, тасалап күннің көзін түсірмейді. Осылар тұрғаннан соң жер тар болып, еркінше тамырларым көсілмейді. Менде де жоқ бұлар қайтар амал енді, деп тұрмын құтқарушым жаңа келді. Қоршалап жан-жағымнан қамап алып, аспан жібермейді самал желді. Болған соң шамам келмес өштеспедім, қираты бәлім жетсе кеспес педім. Жайқалып жапырағым әлде қашан, көркі боз араның өспес педім. Бұларша өтер меді өмір текке, зор пайдам тимес педі төңірекке, көлеңкем кең даланың көбін жауып, таласып тұрмас педі төбем көкке.